Кесек белгілі бір аймақтағы жерден алынатын саз, немесе құмтас, жеу кейбір адамдардың арасында кездесетін ерекше құбылыс болып табылады. Бұл құбылыс геофагия деп аталады, яғни адамның жер немесе саз тәрізді материалдарды тұтынуы. Кесек жеу көбінесе мәдени, медициналық немесе психологиялық себептерге байланысты болады. Кесек жеудің ықтимал себептері: бір, мәдениет пен дәстүр. Кейбір аймақтарда кесек жеу әдет ғұрыпқа немесе сенімдерге байланысты. Ол денсаулыққа пайдасы бар деп саналуы мүмкін. Екі, темір тапшылығы. Кейбір адамдарда темір тапшылығы, анемия кезінде денесі ерекше заттарды жеуге деген құмарлықты сезінеді. Үш, пика синдромы. Пика – бұл психологиялық бұзылыс, адам жеуге жансыз заттарды тұтынуға. Төрт, асқазан ішек мәселелері. Кейбір адамдар кесекті асқазанның қышқылдығын азайту немесе іштің жайсыздығын жеңілдету үшін тұтынады. Кесек жеудің ықтимал зияны: денсаулыққа қауіп. Кесек құрамында адам ағзасына зиянды ауыр металдар, қорғасын, сынап немесе паразиттер болуы мүмкін. Ас қорыту жүйесіне зиян. Ас қорыту жолдарында кесек бітелуді немесе жарақаттауды тудыруы мүмкін. Токсикалық әсерлер. Кейбір кесектерде химиялық заттар болуы ықтимал, олар ағзаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Ауыр металдардың жиналуы. Уақыт өте келе ағзада улы элементтер жиналып, созылмалы улануға әкелуі мүмкін. Қорытынды: кесек жеу денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін, сондықтан бұл әдеттен аулақ болған жөн. Егер сіз немесе сіз білетін біреу кесек жеп жүрсе, бұл әрекеттің себебін анықтау үшін дәрігерге немесе психологқа жүгінген дұрыс. Мүмкін бұл мәселе денсаулыққа байланысты болады және арнайы емді қажет етеді.